Сіздердің назарларыңызға сынаудан өткізу өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні бойынша бірінші практикалық сабақ тақырыбы сынауды жіктеу, сынау түрлерін ұсынамын. Соның бірі ретінде біз футбол алаңында ойналатын допты қарастырамыз. Яғни футбол доптарына қалай сынақтар өткізіледі. Қазіргі заманда доп бұл белгілі бір спорттық құрал сайман болып есептеледі. Яғни ол да белгілі бір стандарт талаптарына сәйкес, яғни күрделі өнім болып есептеледі. Футбол жаттығулары мен ойын жабдықтары үлкен жүктемеге ұшырайды, яғни түрлі соққыларды сол соққыға шыдай беру керек, және ауа райына байланысты, соққыға байланысты, тағы да басқа да факторларға төтеп беру қажет. Сондықтан кәсіби футбол доптары, әсіресе біз қарастырып отырған кәсіби арнайы сынақтардан өтеді. Содан кейін ғана оларға FIFA Quality Pro белгісі қойылады, яғни кәсіби футболға арналған доп ретінде. Футбол доптың параметрлері қандай болу керек? FIFA талаптарына сәйкес футбол ойнауға арналған доптың негізгі параметрлері келесі көрсеткіштерді қамтиды. Яғни салмағы, арнайы нормаларға сәйкестігі, футбол добының салмағы кіреді, яғни 420-445 грамм аралығында болу керек. Ал спорттық жабдық неғұрлым ауыр болатын болса, соғұрлым дәлірек болады. Сонымен шеңбер ұзақтығы, радиусы дейді, дөңгелектілігі, яғни сферасы, қалпына келтіру күші, яғни соққы берген кездегі болатын ойықтың қайтадан қалпына келтіру күші және оның уақыты кіреді. Соққы неғұрлым төмен болса, ойыншының соққысы соғұрлым дәл болуы мүмкін. Су сіңіргіштігі кіреді. Егер матч жаңбырдан кейін болса, доп суды сіңіріп ауырлануы мүмкін. Бұл оның траекториясы, яғни ұшу траекториясы мен бұрышына қатты әсер етеді. Қысымның жоғалуы, спорттық жабдық қатты соққылар мен қысымдардан кейінде қысымнан сақталуы қажет. Доптың тепе-теңдігі. Бұл параметр ұшу кезінде доптың траекториясы қаншалықты болатын анықтайды. Яғни адам алдын ала белгілі бір траекторияны көздесе, сол траекторияға байланысты доп ұшуы қажет. Бұл енді сапасын тексеру кезіндегі болатын факторлар. Футбол добының шеңбері мен сферасын анықтау. Бұл да негізгі фактор болып есептеледі. Шеңбердің ұзындығын анықтау үшін бірнеше параметрлер бойынша өлшеулер жүргізіледі. Яғни сынақ допты ұстап тұратын икемді болат таспаның көмегімен жүзеге асырылады. Көрсеткіштер автоматты түрде алынады, әрі қарай доп белгілі бір бұрышпен бұрылады, өлшемдер бірнеше рет қайталанып жүргізіледі. Арнайы қондырғы әртүрлі позицияларда футбол ойындарына арналған спорттық жабдықтың өлшемін өлшейді. Доп идеалды аймаққа жақын болса, соғұрлым жақсы деген нәтиже көрсетеді. Келесі су сіңіру және қалпына келу сынағы. Доптың суды сіңіру қабілеті қатты жаңбыр жауған кезде байқалады. Яғни доп ауырлап ойынның сапасына әсер етеді. Сынақ үшін доп су құйылған шұңқырға салынады, алдын ала арнайы қондырғының көмегімен допқа 300 рет аударылып басылады. Допты өлшегеннен кейін оның FIFA стандартына сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы қорытынды жасалады. Бастапқы масса мәннен ауытқу көрсеткіштері 10% алшақтығына жол беріледі. Ал 10%-нан асатын болса, демек ол су сіңіргіштігі жағынан ойынға рұқсат берілмейтін доп болып есептеледі. Доптың сегменттерін төгумен емес, термо өңдеу әдісімен бекітетін компаниялар бар. Нәтижесінде доп іс жүзінде ауа өткізбейді, дымқыл күйде сол құрғақпен 1-2% ғана ауырлықты ұстап тұрады. Доптың секірткіш күшін
сынау үшін допты 2 метр биіктен лақтырады және акустикалық датчиктің көмегімен, арнайы прибормен оның секірулері арасындағы уақытты өлшейді. Яғни 2 метр уақыт аралығында ол қанша рет секіреді. О да өнімнің сапасына әсер етеді. Ары қарай көтерілу биіктігі арнайы өрнекпен анықталады. Келесі, спорттық доптың беріктілігін қосымша тесттер арқылы анықтау. Беріктілік о да сынақтың бір түріне жатады. Тозуға төзімділік, яғни устойчивость к стиранию, яғни қажауға байланысты беріктілік деп аталады. Бұл өнімнің беріктілігін сипаттайтын өте маңызды фактор болып есептеледі. Доптардың механикалық әсерлерге төзімділігін тексеру үшін бірнеше допты арнайы барабанға орналастырады. Оның ішкі беті тегістеуші қағаздан, яғни наждачный бумагалардан жасалады. Содан кейін барып қана белгілі бір мөлшерде су құйылады сол сыйымдылыққа. Соңғы барабан іске қосылып бірнеше сағат доптар айналады. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін олар доптың жағдайына назар аударылады. Яғни беті бүгілген ба, қажалған ба, яғни бетіне түсірілген жазбалар мен суреттер сақталынған ба, соның барлығын қайтадан тексереді. Жақсы доп ұзақ уақыт бойы мінсіз өзінің сфералық дөңгелектік қабілеттілігін ұзақ уақыт бойы ұстап отырады. Арнайы механикалық зеңбірек, яғни допты ататын қабырғаға бірнеше сағат бойы допты лақтырады. Белгілі бір күшпен. Яғни бұл кейде 4-тен кем болмау керек. Содан кейін өнім дөңгелектенеді. Сол кезінде деформациясы допты тексеріледі. Яғни өзінің сферасынан доп ауытқымау керек. ФИФА таңбасы бұл футбол добының сапасына кепілдік дейді. Бағанадан бері айтылып жатқан барлық талаптар осы арнайы халықаралық талаптарымен тексеріледі. Көптеген заманауи компаниялар өздерінің тамаша футбол добын жасау үшін үнемі жұмыс істеуде, яғни жақсарту іс-шараларын жасап отырады. Ол үшін олар жоғары технологиялық материалдар мен жаңа өндіріс технологияларын қолданылады. Болашақ доп соққыларының мүмкіндігінше дәл болу үшін максималды тегіс бетке ие болу керек. Сонымен қатар су өткізбейтін қабілетке ие болу керек, соққыны көтере алу керек. Соңғы үйкеліске шыдап беру керек. Бұлар допқа қойылатын негізгі талаптар.